Бірнеше айдан бері басынан бұлт сейілмеген Алматы барахолкасы ақыры бұзылып жатыр. Бүгін мұндағы үш бірдей базар жермен жексен болды. Сот орындаушылары сауда нүктелерін жаппай сүруге кірісті. Ал соңғы бір айда мұндағы 8 базардың қабырғасы құлатылған. Амал таусылған саудагерлер көше жағалап тауарларын жол бойына саудалауға көшті. Диас Нұрахын барахолкамен күнелткен Қараша халықтың құлазыған көңіл күйіне куә болды. Басынан қара бұлт кетпеген барахолка базарының берекесі қаша бастады. Себебі бүгін мұндағы тағы 3 базар қиратылды. Сондықтан саудагерлер ыңдыңсыз өз орындарын босатып, тауарларын тасып алып кетуде. Себебі өртті де, өктемдікті де көрген олардың бұдан басқа амал жоқ сыңайлы. Қиратыла бастаған базардың маңын қазірде сатушылар торуылдап жүр. Олардың бірі заттарын жинастыруға келсе, екіншісі жұмыс орнымыз қашан ашылады деп жалтақтайды. Өйткені өртенген базардағы сауда-саттықтың қайта қызатын түрі жоқ. Керісінше күн сайын сауда сөрелері сүріліп, контейнерлері көшіріліп жатыр. Акиматқа барамыз, прокуратураға қайтарады. Прокуратура барса, акимат қайтарады. Сонда бір айға неужели болмасқа бір ай жұмыс істеу. Бір айдан кейін өзіміз босатып түсіп кете береміз. 31 күннің кеште өзіміз-ақ босатып шығайық, пожалуйста деп тұрмыз ғой. Соны ешкім тыңдап тұрған жоқ міне бізге. Біз арендамызды таққан соғы төледік, ипымызды төледік. Не үшін халықты түсінбейді? Кәсіпкерлердің көз жасына қалған алапат өрт атқамінерлердің оң жамбасына келіп тұрған секілді. Себебі сот орындаушылары осы оңтайлы сәтті пайдаланып, заңсыз салынған барлық базарларды бұзып жатыр. Бүгіннің өзінде Арал, Дәстүр және Жаркент сауда нүктелері жермен жексен етілді. Бірақ бұрынғыдай айқай-шу жоқ. Яғни жүрегі шайлығып қалған жұрт қырсық шалған барахолкадан өз еріктерімен кетіп жатыр. Мәжбүрлі түрде бұзып отқан жоқ, бұлар өз еркімен бұзып отыр. Базардың басшылығы өз еркімен адам жалдап, қазір өз еркімен барлық базарды өз еркімен бұзып отыр. Бүгінге дейін барахолкадағы 8 базардың қабырғасы сөгілді. Бірақ саудагерлердің бәрі бірдей жылы орындарынан жылжығысы келмей отыр. Сондықтан сот орындаушылары жаңа жылға дейін заңсыз салынған базарларды толық бұзып бітіреміз деп отыр. Бірақ мұнымен бар мәселе шешіле қоймайтын секілді. Себебі далада қалған кәсіпкерлер тауарларын жол бойына жайып қойып, жабайы сауданың көрігін қыздыруда. Диас Нұрахын, Шухрат Акчурин, 7-ші арна, Алматыдан.